Сыздық Рабиға Сәтіғалиқызы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының Шоған Уәлиханов атындағы сыйлықтың 3-ші және 1-ші дәрежелі барыс орденінің иегері, түрік тілі құрымы мүшесі, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, көрнекті түркітанушы, тіл тарихынан қазіргі қазақ әдеби тіліне дейін тілдің жан-жақты лингвистикалық сипаттамасын жасаған абыз ғалым. Рабиға Сәтіғалиқызы Сыздық осыдан бір ғасыр бұрын 1924 жылы тамыз айының 17-сінде Ақтөбе облысының Ойыл жерінде дүниеге келген. Әкесі Сәтіғали Құтқожин білімді маман ретінде танылып, Ақтөбе қаласында Ойыл, Байғанин, Арал, Темір аудандарында лауазымды қызмет атқарады. Алайда 1937 жылғы зобалаң кезінде талай ел ардақтыларының қатарында ұсталып хабарсыз кетеді. Халық жауының ұрпағы ретінде көрген қиындықтарға, бастан кешкен ауыртпалықтарға да қарамастан, жас Рабиға 8-ші сыныпты бітіргеннен соң Темірдегі педучилищеге оқуға түседі. Бұл 1940 жыл еді. Отбасына қарайласу үшін буыны бекіп, бұғанасы қатпаған жас оқуын тоқтата тұрып, педучилищенің 2-ші курсынан бастап, 16 жасында Алға бекетіндегі бастауыш мектепке мұғалім болып орналасады. Қазақ тіл ғылымының бірегей ерен тұлғасының еңбек жолы осылайша басталған еді. Халық жауының қызы деген көз түрткі атақ соңынан қалмай қойса да, Рабиға Сәтіғалиқызы мектепте, одан әрі педучилищеде мұғалім болып жұмыс істей жүріп, жоғары білімге ұмтылған арманнан үміт үзбейді. Қарсы соққан дауылға мойымай, алдымен Ақтөбедегі оқытушылар институтына оқуға түседі. Алғыр студент 1945 жылы Ұлы Абайдың туғанына 100 жыл толуына арналған Алматыда өтетін алқалы жиынға шақырылады. Осы басқосуда ол мектеп оқулықтарының сапасына қатысты сыни пікір айтады. Тіпті залда отырған оқулық авторының өздері жастың сөзін ден қойып тыңдайды. Завучшы болып келгенім бар, 5 жыл мұғалім болып келгенім бар, 16-тан 20 жасыма дейін, 21 жасыма дейін. Өзімше көкірегім көлдей ғой, келіп алып, шығып сөйлемеймін бе? Баяндамам да жоқ. Шығып сөйлеп сынамайын ба мен? Мынадай оқулықта, мынадай жері қате, мынадай ауыр деп. Ал автор деген болады екен, олар отырады екен, ойыма кіріп шыққан жоқ. Сөйтсем жазғандардың біреуі балақайып екен, ең алдымен сол қылды. Өзің бір пысық қыз екенсің, қайдан келдің? Біз тамтуғымыз қалдырмай сынадың ғой деп, кекетіп, күлкілі етіп, сол кіл сосын кейіндері танысты. Сонда Ахмеди Исқақов дейтін профессор, ол да оқулықтың авторларының бірі екен. Сол кісі, не бітірдің, қайда оқыдың деп сырымды айттым, осындай оқуым жөнді емес, өз бетіммен өсіп кел жатырмын, оққым келеді. Бірақ жасым келіп қалып, білмеймін қайда түсетінімді. Дебем, онда біздер АГУ-де Абай атындағы педагогикалық институт бар, соның мен директорымын. Мен 3-ші курстан оқытайын. 3-ші курстан отырып 2 жылда бітіресін деді. Өзі батыл, сөзі нық турашыл мінезді. Ойы терең жастың өзгеден өзгеше екендігін аңғарған Каспийдің сол кездегі жетекші ғалымдары Рабиғаны Абай атындағы Алматы педагогикалық институтының 3-ші курсына қабылдайды. Осы оқу орнында білімін аспирантурада жалғастырады. Алайда ұлтшылдық дегеннің салқыны басыла қоймаған болатын. Сондықтан қолында үздік дипломы болса да, әке есіміндегі қаратақ талай рет алдынан шыққан еді. Баспа мекемелерінде, жоғары оқу орындарында жұмыс істеп жүрген зерделі, алғыр жасты тіл ғылымының тізгінін ұстаған басшылар қазіргі қара шаңырақ Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтына жұмысқа қабылдайды. Қазақ руханиятында күллі түркі әлемінде академик Рабиға Сәтіғалиқызы Сыздықтың ғылыми мұрасы ерекше орын алады. Тіл қабаттарының тереңіне бойлау арқылы ұлттық ғылымға қызмет етуді парыз деп санаған, өзінің қайран қалдыратын қарым-қабілетін қазақ тілінің ұлт тұтастырушылық қызметін танытуға арнаған аса көрнекті тілтанушы ғалым еңбектеріндегі тұжырымдар мен көзқарастар ауқымды, күрделі, бүгінгі тілтаным ғана емес, гуманитарлық ғылымдар ішінде маңызды және өзекті. Ұстаздың ғылыми бағыттары сан салалы. Қазақ әдеби тілінің тарихы, Абай поэтикасы, өткен ғасырлардағы ақын жыраулар мен орта ғасырлық жазба ескерткіштердің тілі, мәтін тану, тарихи лексика, ауызша дамыған әдеби тіл, лингвостилистика, тіл мәдениеті, ортология, ахметтану, лексикография, лингводидактика салаларына арналған еңбектері 600-ге жуық.
Академик Рабиға Сәтіғалиқызының күллі түркі әлеміне қосқан үлесі ретінде Жамиғат Тауарих атты еңбегін айрықша атауға болады. 16 ғасырда өмір сүрген Қадырғали Қосымұлы бабамыз мұрасының тілін әбден саралап, Жамиғат Тауарих жәдігерінің тілі жағынан да, рухани мәдени жағынан да қазақ халқының байырғы дәуірінің мұрасы, қазақтың төл дүниесі екендігін дәлелдеді. Ғалымның түркі әлеміне қосқан сүбелі еңбектерінің тағы бірі яссауи хикметтерінің тілі деп аталатын зерттеуі. Ғалым оның тіліне лексика-грамматикалық, көркемдік және текстологиялық талдау жасады. Ғылым ғұмырының ондаған жылдарын осы зерттеуге арнаған ғалым бір сұхбатында өзімнің көп жылғы еңбегіме разы болатын тұсым болса, ол осы кітап деген еді. Рабиға Сәтіғалиқызы ғылыми бағыттарының негізгі арқауы туған тілдің кешегісі мен бүгінгісіне байланысты. Ғалымның қазақ әдеби тілінің тарихына қатысты іргелі зерттеулеріндегі негізгі тұжырымдар ауыз әдебиетінен 15-18 ғасырлардағы ақын жыраулар шығармаларынан, белер корпусының шешендік сөздерінен бастау алатын қазақ әдеби тілінің қалыптасу кезеңдерін, ауызша дамыған әдеби тілдің рөлін, сөз құдіретін таныту, сөздерді сөйлету арқылы бұлтартпастай бекемдеді. Академик Рабиға Сыздық бірегей абай танушы, Заңғар Мұхтар Әуезовтің тағылымды бір сөзінен кейін әрі өзі ардақ тұтқан ұстаздары академик Исмет Кеңесбаев пен Мәулен Балақаевтың қолдауын сезінген соң ғалым өзіне тән қайран қалдыратын қарым қабілетімен ұлы абайдың әсіресе сөз өрнегін саралады. Сөйтіп қазақтың поэтикалық тілінің көркемдік сипатын жүйелеп берді. Көркем сөз қоймасына әрі қарай да терең үңілді. Дулат пен Махамбеттен бастап Фаризаға дейінгі ақындардың, Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсіреповтен бастап Кәдірбек Сегізбаев аралығындағы қазақ прозашыларының туындыларындағы сөз құнарын сараптады. Әр сөздің түп төркініне, сөз қисынына, сөз сазына, қолданылу мәдениетіне терең бойлап, қазақ сөзінің құдіретін насихаттады. Ғалымның бұл саладағы тұжырымдары мен ұсыныстары сөз мәдениетінің теориялық негіздерін қалыптастырды. Қазақ лингвостилистикасының іргетасын қалады. Рабиға Сыздықтың ерлік көрсетіп, өршілдік танытқан саласы алаштану. Ахмет Байтұрсынұлы, Құдайберген Жұбанов, Халел Досмұхамедов туралы алғаш пікір айтып, жұртшылықтың санасын сілкіндірді. Ахметтің атын атауға болмайтын 1977 жылғы бір ресми басқосуда біздің айтып жүргеніміз қазақ тіл білімі дегенді жасағандар Ельминский, Миллиаранский, Радлов дегендер емес. Оны жасаған Ахмет Байтұрсынұлы деген сөзі алаш зиялыларына қатысты бүгінгі зерттеушілердің ұран сөзіне айналды. Ғалым еңбектерінің маңызды және бүгінгі тіл дамуы мен тілдің тағдыры үшін өзекті салалар, тіл мәдениеті, емле мәселелеріне, қазақтың дәстүрлі шаршы сөзінің табиғи заңдылықтарына тікелей қатысты. Ұстаздың өз сөзімен айтқанда, тіл мәдениетінің теориялық негіздерін күшейту, ғылыми арқауын ширату, бұрынғы айтылып келген тұжырымдар мен ұсынылып келген ереже қағидалардың ғылыми теориялық негіздерін нақтылау, дәлелдерін күшейту ұлт тілінің қазіргі даму сатысында аса өзекті. Академик Рабиға Сыздық қазіргі қолданыстағы емле ережелерін өз қолымен жасады, емле анықтағышын жазды, емле сөздіктерінің бірнеше басылымына басшылық етті. Кейінге дейін тілдің дамуына қарай сөздің жазылуы мен айтылуында жүріп жататын өзгерістерді қалт жібермей қадағалап, маңызды пікірлер ұсынды. Ғалым әдебиетші Қайым Мұхамедханов оның ғылыми еңбектері туралы былай дейді: басқа кітаптарыңызды білмеймін, мына орфография мен пунктуация жайлы анықтағышыңыздың орны өте ерекше. Бұл кітап арқылы сіз бәрімізге де ұстаз болып отырсыз, ұстаз бола бересіз. Апай спорт ойындарын қарауды жақсы көретін. Қилы-қилы жерлер мен зор шапшаңдықпен келе жатып, 70-90 метрдей биіктіктен секіретін, найзадай тік асудан өтіп бара жатып, нысанаған мылтығын дөп көздейтін спортшылардың қайратынан өміріндегі белестерді, өз бойындағы қиындыққа қарсы тұратын қарым қабілетті саралап, ой елегінен өткізіп отырғандай көрінеді. Өмір жолында қазақтың алғашқы дипломаты Мақаш Сыздықовтың, кейін өзімен тағдырлас өнер қайраткері Шахан Мусиннің шұғылалы сезіміне бөлінген Рабиға Сәтіғалиқызы ұлы Әсет пен қызы Мақпалға немерелеріне шынайы ана мейірімін шексіз арнады. Ғылым жолында 30-дан астам білікті маманға тағылым берген, туған елі қазақ ұлтының біртуар өкілі ретінде ардақ тұтып,
айрықша бағалаған академик Рабиға Сатығалиқызының қазақ руханиятындағы орны ерекше. Баспалдақтар, өмір баспалдақтары, ғылым баспалдақтары. Ару Алматының орталығындағы көп қабатты үйдің баспалдақтарынан ғалым мың сан мәрте түсіп, сан мың рет көтерілген еді. Осынау ең көшенің бойымен қыраулы қыспен, шырайлы көктемде, жадыраған жаз бен қоңыр күзде де ғылым ордасына қарай 60 жылдай асықпай сұлу жүріп өткен ізі жатыр. Бұл күндері тіл ғылымының абыз анасының ізбасарлары мен шәкірттері, немере шәкірттері ұстаз салған жолмен ұлт тілінің болашағы үшін жемісті еңбек етіп келеді. Болар ем күнде мың жасағандай, көп туса қазақ дәл сіздей қызда. Болар ем күнде мың жасағандай, көп туса қазақ дәл сіздей қызда.